Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді шакшушаны бірге жасайтын боламыз. Бізге ең алдымен бір перец қажет болады. Оны алдымен сыртын жуып алып, одан кейін ішін тазалап, кейін қайтадан бір жуып алатын боламыз. Осылай ең алдымен ұзынша етіп турап алып, одан кейін кішкене төртбұрыш етіп турайтын боламыз. Келесі дәл солай екі помидорды да жуып аламыз, тазартып, оларды да осылай төртбұрышты етіп тураймыз. Келесі бізге бір пияз қажет болады, оны да сыртын тазалап, жуып, төртбұрышты етіп тураймыз. Біз енді барлық ингредиенттерді дайындап алдық, енді қуыруға кірісеміз. Қызып тұрған тапаға кішкене май құямыз, алдымен пиязды салып қуырып аламыз. Кішкене қуырған соң үстіне перецті саламыз. Енді осы жерде перецті салғаннан кейін 5-7 минуттай жұмсарғанша қуырып аламыз. Бізде перец шамалы жұмсару керек, одан кейін біз помидорды саламыз. Одан соң дәміне қарай тұз, бұрыш және өздеріңізге ұнайтын приправаның түрін қоссаңыздар болады. Енді помидормен қуырып алғаннан кейін үстіне 70-80 мл су құямыз. Енді осы құйған суымыз азайғанша шамалы бетін жауып пісіріп аламыз. Міне бізде осындай болып шықты, енді үстіне жұмыртқаны саламыз. Енді баяу отта бетін жауып пісіреміз. Жұмыртқаның жиегі ағарып бастаған кезде отты өшіреміз және кішкене 5 минуттай ұстаймыз. Міне бізде осындай өте дәмді, өте әдемі болып шықты. Егер рецепт ұнаса, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.